сәлеметсіздер ме? Мен Шайхина Назым Асқаровна, Шөптікі жалпы орта білім беру мектебінің 6 сынып оқушысы. Мен бос уақытымды кітап оқуға арнаймын. Артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге, деп Абай Құнанбаев айтып кеткендей, ізденуден шаршаған емеспін. Сабақтан бос уақытымда кітаптармен дос болуды әдетке айналдырдым. Осыған орай еліме, жеріме және ұлтыма өз үлесімді қосу үшін менің отаныма, менің бастамам атты республикалық шығармашылық жобаға қатысуға бел будым. Осы жобаға ауқымды тақырып алып, Экобум жобасын таңдадым. Экобум жобасы жас ұрпақты туған өлкенің табиғи ресурстарына және қоршаған әлемге мұқият қарым-қатынас дәстүріне тәрбиелеу болып табылады. 2024-2025 оқу жылы басында мектебімізде Экобум бұрышы ашылған болатын. Мектептің оқушылары жаппай осы жобаға қатысып, пластикалық бөтелкелердің қақпақтарын жинады. Осы жоба аясында мектеп оқушыларына қызықты дүние жасауды жөн көрдім. Түрлі түсті қақпақтарды пайдаланып, әртүрлі мультфильм кейіпкерлерін біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша ұлттық дәстүрімізді насихаттау мақсатында қазақтың оюларын ПВХ материалына түсіруді ерекше деп санадым. Бастауыш оқушыларына да шашки ойынын ойнауға арналған тастарын да жасап бердім. Осыған орай мектебімізде Литленд бұрышы ашылды. Оқушылар бос уақытында өз қиялымен кез келген ерекше дүние жасай алады. Менің отаныма, менің бастамам атты жобасына қатысып, өз бастамамды әрі қарай жұмыс жасауға өзіме мақсат қойдым.